Аса қадірлі Қасым-Жомарт Кемелұлы, құрметті қонақтар мен әріптестер, сіздерді Сыртқы істер министрлігі алқасының кеңейтілген отырысында қарсы алу біз үшін үлкен құрмет және абырой. Бүгінгі алқалы жиынға 64 елші және 14 бас консул, сондай-ақ сыртқы саяси салада әрекет ететін Қазақстан Республикасының президент әкімшілігі, үкіметі, парламенті және квазисекторын арнайы шақырылған қонақтар қатысуда. Соңғы сім алқасы 5 жыл бұрын өткізілген болатын. Бұл уақыттан бері халықаралық сахнада көптелген түбегейлі оқиғалар орын алып, қазіргі уақытта жаңа әлемдік тәртіптің қалыптасуына куәгер болып отырмыз. Осыған байланысты сыртқы саясатымызды заманға сай дамуда және бүгінгі іс-шараның нәтижелері оған елеулі үлес қосатын кәміл сенеміз. Бүгін алқалы отырысының негізгі тақырыбы тәуелсіз Қазақстан сыртқы саясатының 30 жылдығы қорытындылары мен келешегі. Бұған қоса еліміздің 2030 жылға дейінгі сыртқы саясатының тұжырымдамасына қатысты сын-қатерлер мен міндеттер талқыланатын болады. Іс-шараның екінші күні шектеулі форматта Қазақстан дипломатиялық қызметін жетілдіру мәселелері де талқыға салынады. Құрметті қонақтар мен әріптестер, еліміздің дипломатиясының негізін қалауға тікелей қатысқан Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сыртқы саяси салаға қосқан өлшеусіз үлесі баршаңызға мәлім. Жоғары мәртебелі президент мырза, сізге алғы сөз беруге рұқсат етіңіз. Құрметті жиынға қатысушылар, елшілер, бұл басқосу тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейлі белесі қарсаңында өтуде. Осы тарихи межеге біз толағай табыспен жетіп отырмыз. Қазақстан аймақтық және жаһандық үдерістерге белсене қатысатын беделді мемлекетке айналды. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сыртқы саясатымыздың негізін қалады. Оның тікелей басшылығымен кәсіби дипломатиялық қызмет құрылып, ауқымды сыртқы саяси міндеттер шешімін тапты. Әсіресе мемлекеттік шекарамыздың толық бекітілуі теңдессіз тарихи жетістік болды және мемлекетіміздің қауіпсіздігін күшейтуге айрықша ықпал еткен шешімге айналды. Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияның қабылдануы тағы бір айтулы жетістік. Бұған қол жеткізу үшін 20 жыл бойы табанды жұмыс атқарылды. Келесі сөздерге қатысқан қызметкерлердің еңбегін еліміз жоғары бағалайды. Мен оларды мемлекеттік наградалармен марапаттайтын болдым. Шегенделген шекара Қазақстанның аумақтық тұтастығының кепілі. Сондай-ақ стратегиялық серіктестеріміз Ресей, Қытай және Орталық Азия елдерімен достық қатынасымыздың мызғымас негізі. Қазақстан ақш-пен және Еуропа одағы елдерімен стратегиялық байланыс орнатты. Бұл мемлекеттер біздің инвестиция және сауда саласындағы әріптестеріміз. Біз көп жақты сарабдал дипломатияны берік ұстанып келеміз. Биыл Семей полигонының жабылғанына 30 жыл. Қазақстан өз еркімен ядролық қару-жарақтан бас тартты. Бұл шешуші қадам Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы беделінің артына зор үлес қосты. Еліміз жаһандық ядролық қаруға қарсы қозғалыс көшбасшыларының қатарына қосылды. Елбасы ұсынысы бойынша ядролық қарусыздануға арналған әлемдік форумды әзірлеу қажет. Келесі жылы Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі кеңеске 30 жыл толады. Осыған орай елордамызда осы форумның 6-шы саммиті өтеді. Бұл жиынды ұйымдастыру үшін Сыртқы істер министрлігі ауқымды жұмыс атқару керек. Біз бұл кеңесті біртіндеп құрлықтағы қауіпсіздік және даму ұйымына айналдыруды көздейміз. Қазақстан дипломатиясы көптеген мәселелерді тіпті аса күрделі халықаралық түйткілдердің өзін мәміле арқылы шешуге мүдделі. Бұл тәжірибе жылдар бойы қалыптасқан және оң нәтиже көрсеткен. Еліміз
мемлекет аралық және азаматтық қақтығыстарды реттеу үшін бітімгерлік бастамалар ұсынып, ара ағайын болып жүр. Сондай-ақ әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездерін өткізіп, өркениеттер үндестігін орнатуға күш салуда. Осының бәрін шетелдік әріптестеріміз жоғары бағалап, жан-жақты қолдау білдіруде. Атап айтқанда, 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еттік. Қазақстан 2017-18 жылдары Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болды. Қазақстан Еуразия құрылымдағы көп жақты құрылымдардың негізін қалаушы елдердің бірі. Еліміз ТМД Еуразия экономика одағы, ұжымдық қауіпсіздік келісімшарт ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйым, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Ислам ынтымақтастық ұйымы және басқа да құрылымдардың жұмысын жандандыруға белсене атсалысып келеді. Жақында бауырлас елдермен бірлесіп, түркі кеңесін толыққанды ұйымға айналдырдық. Осылайша түркі тілдес мемлекеттер ынтымағының жаңа кезеңі басталды. Қазақстан алып құрлықтың дәл ортасында тұр. Бұл географиялық тұрғыдан тиімді. Біздің төңірегімізде бейбітшілік белдеуі қалыптасты. Ел ішіндегі ахуал тұрақты, сыртқы экономикалық қарым-қатынасқа барынша ашықпыз. Мұның бәрі инвесторлар үшін өте қолайлы жағдай. Бүгінде Орталық Азиядағы шетел инвестициясының 75% Қазақстанға тиесілі. Соның арқасында еліміз өңірдегі экономикалық көшбасшыға айналды. Үкіметтің және дипломаттардың алдында тұрған аса маңызды міндет аймақтың көшбасшылық рөлін одан әрі нығайту. Осы жұмыстың қарқынын бәсеңдетуге болмайды. Бүкіл әлемді пандемия жайлағанына 2 жылға жуықтады. Оның салдары Қазақстанға да оңай тиген жоқ. Біздің дипломатиялық корпус осы күрделі кезеңде жоғары деңгейде қызмет етті. Шетелдегі мыңдаған азаматымызға көмек көрсетті. Сыртта қалып қойған отандастарымызды елге алып келу үшін тиісті жұмыс атқарды. Дипломаттарымыздың арқасында Қазақстанға гуманитарлық көмек жеткізілді. Бізде бірқатар мемлекеттерге қолдау көрсеттік. Вакциналық дипломатияның арқасында Орталық Азиядағы індетке байланысты ахуалды тұрақтандыруға үлес қосты. Түрлі қиындыққа қарамастан, сіздер алдымызда тұрған стратегиялық міндеттерді орындап келесіздер. Атап айтқанда, еліміз ЕКОСОСқа және Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесіне сайланды. Биыл теңізге тікелей шыға алмайтын елдер тобына төрағалық етіп отырмыз. Басқа да маңызды бастамаларымызды жүзеге асыру үшін ауқымды шаралар қолға алып жатыр. Биологиялық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық агенттік құру үшін жұмысты жандандыру керек. Ауғанстандағы күрделі гуманитарлық дағдарысты еңсеруге өз үлесімізді қосып жатырмыз. Бұл біздің сыртқы саясатымыздың жасампаздық сипатының айқын көрінісі. Құрметті дипломаттар, мен былтыр 2020-30 жылдарға арналған сыртқы саясат тұжырымдамасын бекіттім. Бұл құжат арқылы халықаралық стратегиямыздың қағидаттары және бағыт-бағдары өзгермейтінін нақтыладық. Сондай-ақ Қазақстан үшін Ресей, Қытай, ақш, Орталық Азия және Еуропадағы мемлекеттермен стратегиялық қарым-қатынасты сақтау ерекше маңызды екенін тағы да қуаттай түстік. Біз Азия, Орта және Таяу Шығыс, Солтүстік және Оңтүстік Америка, Африка елдерімен байланысты кеңейте береміз. Жалпы, сыртқы саясатымыздың ауқымы кең болу керек. Көк байрағымызды әлемнің негізгі аймақтарында орнату қажет. Бұл еліміздің стратегиялық мүддесіне толық сай келеді. Сонымен қатар, біз еліміздің Еуразияның геосаяси және геоэкономикалық жүйесіндегі жоғары мәртебесін одан әрі нығайтуға мүдделіміз. Індет басталғаннан бері әлемдік саясат пен экономика түбегейлі өзгеріске ұшырауда. Жаһандық шиеленістер өршіп келе жатыр. Бұл еліміз үшін бет бұрысты кезең.
Алдымызда ұзақ мерзімді міндеттер тұр. Біз Қазақстанның халықаралық беделін сақтап, әлемдік аренадағы рөлін күшейтуге тиіспіз. Осыған орай, сыртқы саяси жұмыс тәсілдерін қайта саралап, жүйелі шаралар әзірлеуіміз керек. Бұл міндетті табысты орындасақ, ұлттық дипломатия уақыт талабына және азаматтарымыздың сұранысына сай болады. Ең алдымен, мемлекетіміздің мүддесін лайықты қорғай аламыз. Сыртқы істер министрлігінің осындай ауқымды бас қосуы соңғы 6 жылда алғаш рет өткізіліп жатыр. Сондықтан біз қордаланған түйткілдің бәрін мұқият талдап, ақылдасуымыз керек. Осы орайда мынадай мәселелерге баса назар аудару қажет. Бірінші, сыртқы саясатты халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасына сай жүргізіп, оның тиімділігін барынша арттыру. Қазір Қазақстанның сыртқа бағытталған жұмысында бір тұтас жалпы мемлекеттік стратегия жоқ деуге болады. Бұл жүйелі сипаттағы мәселе. Сыртқы істер министрі үкіметте ерекше мәртебеге ие болып, премьер-министрдің орынбасары деңгейіне көтерілді. Осыған орай сыртқы істер министрлігі тығыз мекеме аралық үйлестіру жұмысын тиімді атқару керек. Мемлекеттік аппарат ішіндегі байланыс, өзара ықпалдастық әлсіз. Жекелеген мекемелердің мүддесіне басымдық беріліп жатады. Бұл біраздан бері жалғасып келе жатқан теріс үрдіс. Соның кесірінен елеулі кемшіліктер болып жатады. Оған қоса, ұлттық мүддені қорғайтын кезде тиімді жұмыс атқарылмайды. Мысалы, қазір Жайық өзені тартылып барады. Қазақстанға жолданған жүк Қытай шекарасында тұрып қалды. Біздің кәсіпкерлеріміздің көрші елдер нарығындағы мүддесі ойдағыдай қорғалмай отыр. Осындай келеңсіздіктер халықтың тұрмыс сапасына және көңіл күйіне кері әсер етеді. Екінші, экономикалық дипломатияны қайта жандандыру. Әлемдік саясатта климат пен технология мәселелері айрықша өзекті. Пандемиядан кейін экономиканы қалпына келтіру үшін мемлекеттер арасында шетел инвестициясына талас күшейді. Сыртқы істер министрлігі инвестиция тарту жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыратын уәкілетті орган. Біз министрлікке осындай ерекше мәртебе бердік. Сондықтан бұл мүмкіндікті толыққанды пайдалану қажет. Қазақстан экспортын ілгерілетуге барынша қолғабыс ету тағы бір маңызды міндет. Еліміз шығыс пен батысты, солтүстік пен оңтүстікті жалғайтын күре жолдардың бойындағы транзиттік логистикалық қапқа айналуға тиіс. Нұрлы жол бағдарламасы және көрші елдердің инфрақұрылымдық бастамалары осыған негіз болады. Бұл жұмыста министрлікке айрықша міндет жүктеледі. Үшінші мәселе, Қазақстанның орталық Азиядағы көшбасшылық орнын нығайту. Мен жоғарыда айтқанымдай, бұл аса маңызды міндет. Біз осы аймақта ерекше мәртебеге ие екенімізді батыл мәлімдей білуге тиіспіз. Бұған толық негіз бар. Атап айтқанда, экономикамыз Орта Азиядағы басқа елдердің экономикасына қарағанда әлдеқайда қуатты. Біз Еуразиядағы басты көлік дәліздері тоғысқан геостратегиялық орталықта тұрмыз. Ауқымды экономикалық және демократиялық реформалар белсенді түрде жүзеге асуда. Зияткерлік және адами ресурсымыз бар. Халықаралық қауымдастықтың алдындағы абырой беделіміз жоғары. Осыған орай, Орталық Азияның тағдыры үшін Қазақстанға ерекше жауапкершілік жүктеледі. Өңірдегі өзекті мәселелерді айқындап, оны шешу кезінде еліміз маңызды рөл атқарады. Су дипломатиясы бойынша келесі сөзді тезірек аяқтау, Қазақстан мен Орталық Азия елдерінің және Ресей мен Қытайдың ортақ мүддесіне сай келеді деп санаймын. Трансшекаралық су ресурстарын әділ және тиімді пайдалану аймақта азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің басты кепілі болмақ. Төртінші мәселе, әлемдегі алпауыт елдермен және өңірдегі ықпалды мемлекеттермен тең дәрежелі әрі тиімді ынтымақтастық орнату. Қазір геосаяси
теке тірес белең алуда. Қазақстан ешкіммен жауласпайды, халықаралық дауларға келікпейді. Біздің таңдаған жолымыз айқын. Прагматизмге негізделген салмақты әрі салиқалы саясаттан еш айнымаймыз. Біз екі жақты және көп жақты міндеттемелерден бас тартпаймыз. Даулы мәселелер туындаса, ұлттық мүддемізге сай ұтымды шешім табуға ұмтыламыз. Біз тәуелсіздік пен егемендікке, еліміздің шекарасы мен аумақтық тұтастығына нұқсан келтіретін бірде-бір келісімге жол бермеуіміз керек. Өйткені осы қасиетті құндылықтар біз үшін бәрінен қымбат. Біз ең алдымен Қазақстанның мүдделерін табандылықпен қорғауымыз қажет. 5-ші мәселе – Қазақстан дипломатиясының жаңа келбетін қалыптастыру. Біздің дипломатиялық қызметке тың серпіліс қажет. Білікті мамандардың сыртқы істер министрлігінен кетуі, оның кадрлық әлеуетін әлсіретуде. Бұл шынында өзекті мәселе. Мен осы министрлік ең консервативті құрылымның бірі екенін білемін. Мұның жақсы жағы да бар. Дәстүр сақталады, кәсіби дипломаттар шоғыры қалыптасады. Дегенмен, жағымсыз жағы да жоқ емес. Білімді, білікті әрі елге адал қызмет еткісі келетін жастар үшін министрлікке жұмысқа тұру алынбас қамалдай. Бұл ахуалды түзеп, кадр саясатын түбегейлі қайта қарайтын кез келді. Дипломатиялық қызметке ең алдымен көзі ашық, көкірегі ояу, отаншыл мамандар қажет. Қазақстан атынан шет мемлекеттерде қызмет істеп жүрген дипломаттарымыз шетел тілдерін ғана емес, алдымен мемлекеттік тілді білу керек. Құрметті жиынға қатысушылар, сөз соңында тағы да қайталап айтамын. Қазақстанның сыртқы саясатындағы негізгі бағыттарды жүзеге асыру үшін тиісті жұмысты тың қарқынмен жалғастыру керек. Яғни, уақыт сынынан өткен ұстанымдарды жаңа шешімдермен ұштастыру қажет. Осы орайда дипломаттарымыз қашанда ел мүддесіне адал болады деп сенемін. Баршаңызға амандық, қызметтеріңізге табыс тілеймін. Рахмет.